Кнопка қадауға арналған мини пресс. Және осындай насадкаларда артығымен беріледі. Бұл матаны тесуге арналған үшкір құрал. Осы үшкір құрал арқылы матаны тесіп аламыз. Үшкір құрал арқылы тесілген матаға кнопканың үшкір жағын кіргіземіз. Матаны ортасына қалдырып, кнопканың екінші жағын қадаймыз. Екеуін біріктіріп алған соң, кнопканы осы пресс арқылы қатты қысамыз. Енді кнопканың екінші жағын матаның екінші жағына қадайтын боламыз. Бұл жақта да дәл біріншідегідей орналастырамыз. Пресспен қатты қысып, орнатып алатын боламыз. Мінекей біздің кнопкаларымыз қадалды. Енді бір-біріне біріктіре берсек болады.